Өзім түсіндіріп жіберейін, негізі дәл осындай салмақты сіз танитын, өз-өзін ұстап білетін Бауыржанның жалпы жылауы деген нәрсені өміріңізде естімеген шығарсыздар, тіпті көрмедіңіз де, тіпті естімедіңіздер де, мен білем. Оның себебін мен өзім сөзбен айтып жеткізейін, маған өте қиын болды. Қанша жыл армандап, жылап келді, соңғы демі қалды деген кезде мен әжемнің арманын орындап үлгердім. Үлгермей қалам ба деген сәл уайым болған кезде мен қалай қан жұтқанымды сізге айта алмаймын. Және сол тойда мен марқұм анам бір қуанып, бір аунап жатты деп кәдімгідей сондай бір сезім болды да, менде анам қуанып жатқан шығар деп. Анамның жоқтығына да бір сәл не істеп қалдым. Әжемді, мені баққан қаққан, менің өміріме айналған сіз білетін әжемнің, сол әжемнің мүлде бір қауқарсыз, сөйлей алмай, не айтып не қойғанын білмей, өзі тойдың ортасында отырғанын білмей, сандырақтағанын көріп, коляскамен келе жатқанын көріп, бір қауқарсыз, мүлде күші жоқ, әлі жоқ күйде келе жатқанын көріп, оған да жүрегім ауырды. Бірақ мен арманын орындадым, ол кісі көріп үлгерді деп, оған да жүрегім ауырды. Мен түсіндіре алдым деп ойлаймын. Бұл өте кәдімгідей өте қиын сезім. Әжеңді бір қауқарсыз күйде көріп тұрсың, мүлдем әлі жоқ, күші жоқ, сөйлей алмайтын, құлақ естімейтін, тіпті не айтып жатқанын білмейтін, уже соңғы білмеймін, демдері ма енді, мен білмеймін, Құдай сақтасын, ұзақ өмір сүрсін деймін ғой. Анамның да жоқтығы, әжемнің бір жағынан тойға келгені, бір жағынан енді білмеймін, енді Құдайдың ісі ғой, анам жоқ деп не қылмаймын, бір аунап жатты деп, солай в общем түсіндіре алдым ба.